Желтоқсан айы қазақ үшін қастерлі, кең пейілді киелі ай. Желтоқсан қазақ халқы үшін тағдыр шешті ай. Қазақтың ұлты ретінде маңдайына жазылған жазмышының барлық бастауы жылдың осы бір ақырғы айында тұрғандай. 1917 жыл, желтоқсан айы. Күллі адамзат тарихында бұрын соңды болып көрмеген қанқұйлы бірінші дүниежүзілік соғыс әлемді астан-кестен етті. Империялар құлап, дүние қабыл сәт орын алған шақ болатын. Сол шақта қазақтың маңдайына біткен әзиз азаматтары Алаш автономиясын құрды. Қазақ халқының тәуелсіздігін бір табан жақындатып еді. Желтоқсанның 12-сі күні түс ауа, сағат 3-те Алаш автономиясы дүниеге келіп, азан шақырылып, ат қойылды. Алты Алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, Алаш туы көтерілді. Үлкен ауылдарға қоңсы қонып, шашылып жүрген қырғыз қазақ жұрты өз алдына ауыл болды. Осы бір кезең, осы бір шақ, бабаларымыз аңсаған атадан балаға мұрадай, ағадан інеге аманаттай тапсырылған тәуелсіз болу арманына жарты қадам қалып еді. Алайда, сол жарты қадамды басып өту үшін 70 жылдай уақыт жабыла жапырса да мұқалмайтын жігер керек болды. 1986 жыл, желтоқсан айы. Қазақты ұлттың ұстыны, елдің ерігі болған азаматтарынан айырған Қызыл империя енді сол құрықты елдің өзіне салуға ниет қылды. Қазақстан Компартиясы орталық комитеттің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуын осының айқын айғағы деп түсінді өршіл жастар. Алаш мұрагерлері, қазақ жастары Алматы қаласының орталық алаңына жиналып, қарсылық танытты. Бұл толқу, бұл бұла жастардың бұлқынысы. Әр кезде қоғамда әр түрлі бағаланады. Біреулері көтеріліс десе, енді біреулер бұзақылық актісі деп қана баға берді. Алайда, сол шақ қандай баға берілмесін, бұл тағдыр шешті оқиға еді. Алматының алаңында басталған бұл құныс Қызыл империяның құлауына себепкер болған Тбилиси, Баку, Вильнюс, Оштағы оқиғаларға ұласты. Алашорда азаматтары жасаған қадамды асқақ рухты азат жастар жалғастырды. Тағы да өз жандарын құрбан етті. 1991 жыл, желтоқсан айы. Бір ғасырға жуық уақыт әлемді тентіреткен Кеңестік социалистік республикалар одағы атанған империя ыдырап, қайтадан алағайда бұлағай шақ туды. Осы сәтте қазақ халқы тағы да тәуелсіздігіне ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Керей мен Жәнібек сұлтандар дербестікке ұмтылған сол шақтан басталған ұлы көш 500 жылға жуық уақыттан соң өз діттеген межесіне жетті. Тәуелсіздік тұғырына азат елдің алды аспан байрағы тігілді. Азат қазақ тұңғыш рет тәуелсіз президентін сайлады. Айман шаһар Алматыдан Арқаның төсіне Астана ауысты. Ол да желтоқсан айы болатын. Желтоқсан айы қазақ үшін қастерлі, кең пейілді киелі ай. Желтоқсан қазақ халқы үшін тағдыр шешті ай. Қазақтың ұлты ретінде маңдайына жазылған жазмышының барлық бастауы жылдың осы бір ақырғы айында тұрғандай. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Шаңырағымыз биік, тұғырымыз берік болғай.